саламатсыздар ма? Дара балаға садикке направление алу, қазір тіркелу бәрі өзгеріп кетті. Ваучер арқылы садиктен орын аламыз. Ол үшін Google-ге кіреміз, телефон арқылы дара бала деп тереміз, осылай кіреміз дара балаға. Жүйеге кіру деп тұрады. Ақтөбе облысы. Рөлде ата-ана дейміз. Осы жерде ЖСН-деріңізді жазасыздар. ЖСН-деріңізді жазасыздар. Жерде сақталып тұрған ең жазасыздар өздеріңіздің. Мына жазылып тұрған сөзді YouTube-тың правиласы бойынша айтуға болмайды. Сондықтан өздеріңіз түсініп тұрсыздар деп ойлаймын. Осылай жүйеге кіру дегенді басамыз. Ақтөбе қаласының бала бақшалары назар аударыңыз. Ақтөбе қаласының мектептеріне ваучерлі қаржыландыру пилоттық жобасына қатысуда. Егер сіз Ақтөбе қаласының тұрғыны болсаңыз, бала бақшаға кезекке қоюға төмендегі батырманы басыңыз. Ваучерлі қаржыландыру өту деген бала бақша орысшада детский деп тұрады. Міне Ақтөбе қаласы, аудандар деп тұрады. Біз Ақтөбе қаласы дегенді басамыз. Міне осы жерде ваучер дегенді басамыз. Міне осы жерден алу, кезекке қоямыз. Осы жерде кезекке қойылу басылады. Бізде кезекте тұрғасын бұл көрініп тұр. Кезекте деп шығып тұр. Осылай осы жерге кезекке деп қойылады. Міне ариздің тарихын қай уақытта кезекте басты бет, кезекке қою, өтінімдер тізімі, күту парақ кезегі, өтінімдер тізімі, менің тәбілдерім дейді. Енді кезекке қою дегенді басамыз. Балаңызды таңдаңыз дейді. Міне осылай. Егер басқа бала, тағы да басқаны қосу керек болса, осылай қосамыз. Өтінімдер тізімі дегенде, міне біздер кезекте тұрмыз деп шығып тұр. Келесі күту парағының кезегі дейді. Таңдаңыз міне. Ақтөбе туған жылы бізде 21. Оқыту тілі қазақша, кезекті көрсету дейді. Бізде міне осы жерде бала бақшаны таңдаймыз. 18 мектеп, 19, 1, 20, 23 дейді. 27, 28, 2, 31, 32. Бұл мектепте, бұл бала бақшада әзірге жоқ екен орын. Осылай өтінімдер тізімі. Осылай жасалынатын болады. Басты бетке өтсек, осылай жасайсыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазсаңыздар болады.